Байлыққа бертерек кеткендер қайғымызды алматыда табысқан сәлемдерің жетір жатыр алыстан кейде ойға келесің кейде түске енесің кейде боп төгілесің көңілде сырларымды ақтарам мен сендермен әр уақытта мақтанам шақырғанда құстай ұшып жетсеңдер жеткендей боп төбем көкке шаттанам қайран алматыда табысқан сәлемдерің жетіп жатыр алыстан кейде ойға келесің кейде түске енесің кейде жыр боп төгілесің көңілде бек болайын қаладай кең болайын даладай аларлы аз болмасын өмірде бек болайын қаладай кең болайын даладай аларлы аз болмасын өмірде аларлы аз болмасын өмірде осы орындауда автордың сағыныш әнін қабыл алыңыздар. өмірде асауағым бол жанымнан жақсы табылды жұлдыздай ағып жоғалған сағындым жасы шағырды жаныңа маза бермейді жастық шақ қайта келмейді жаралы болған жүректі жақсы сөз ғана емдейді қырандай көңіл қалықтап сағыныш жанды тербейді әнімен құстар аспан боп торласа көзден жастанды базарлы шақтың куәсі сағынан қайран достарды жаныңа маза бермейді жастық шақ қайта келмейді жаралы болған жүректі жақсы сөз ғана емдейді қырандай көңіл қалықтап сағыныш жанды тербейді бірге гүлдерді тергенде көңіл бірленді бүгінде көрген түстей
Барлығыңызға қошеметтеріңіз. Халилова Зекенұлының шығармашылығынан «Алтын бесік» әнін орындайтын бар ақын Табылды Досымовтың әндерін орындаушылардың республикалық конкурсының бірінші орын иегері Ғибадат Тұрғалиевті қарсы алыңыздар. Жайлаудан жайласам есілуде ауылдың әдемі ғой кешімінде достармен сайран салып туған елдің тербеліп өстік алған бесігінде қарттары асыл әке көзіндейсің әжелер ақ жаулығын кір шалмайтын аяулы жан анамнан өзіндейсің
Халидолла ағамыздың әндерін бірінен бірін бөліп алу, мынау жақсы ән, мынау орташа ән деп баға беруге болмайды. Ең лайықты бағаны композитор, өнер зерттеушісі, жазушы Ілия Жақанов берген. 2000 жылы тамылжыған қыркүйек айында алғаш рет Атырауға қоныс аударып, ел жұртпен қауышып, танысып, білісіп, көрісіп, емен жарқын араласып жатқанда бір келісті отырыстарда «Мөлдірім» деген әнді тыңдадым. Бұрын естімеген әнім. Атыраулықтар бұл әнді өте жақсы көреді екен. Ал ән шынында мөлдір десе мөлдір. Шөп басында діріл қаққан таңғы шықтай таза, тұмадай тұнық, бейғам жүректі еріксіз елжіретіп, емрентетін Кәусәрдің дәл өзі болып таңғалдырды дейді Ілия ағамыз. Ендеше мөлдірім әнменен бүгінгі кештің иесі Халидолла ағамызды құрмет қошеметтеріңізбенен қарсы алыңыздар. Аспаны ашық болған, арнасы асып толған, бәрмендей жан бар екен, өзіңе ғашық болған. Тайсаға құмдарынан, алатау шыңдарынан, ақжайық толқынынан, кең дала қырларынан, күн болып көріндің-ау, нұр болып төгілдің-ау, түсініп өтші мені, аяулым мөлдірім-ау. Гүл шоғы ашылғанда, сезім сыр жасырғанда, ағалы талай жамлар, өзіңде ғашық жандар. Тайсаға құмдарынан, алатау шыңдарынан, ақжайық толқынынан, кең дала қырларынан, күн болып көріндің-ау, нұр болып төгілдің-ау, түсініп өтші мені, аяулым мөлдірім-ау. Күн болып көріндің-ау, нұр болып төгілдің-ау, түсініп өтші мені, аяулым Олар жанатта бол, өзіңсің науақтағы, өгілім күндей күлсін, мұң шалмай қалып тұрын. Тайсаға құмдарынан, алатау шыңдарынан, ақжайық толқынынан, кең дала қырларынан, күн болып көріндің-ау, нұр болып төгілдің-ау, түсініп өтші мені, аяулым мөлдірім-ау. Күн болып көріндің-ау, нұр болып төгілдің-ау, түсініп өтші мені, аяулым мөлдірім-ау. Түсініп өтші мені, аяулым мөлдірім-ау. Келесі тыңдайтын әндеріміз Азаттық маршы. Сахнада Халидолла ағамыз және Ғафура Жанбосынова. Қошеметтеріңіз болсын. Başkan.
Сөз аудан әкімі Дарын Дүйсенбайұлына беріледі. Қайрыш, құрметті өнер сүйер ағайын, керемет куәсі болдық. Сұлу саз, сиқырлы ән, барлығы қазақ өнеріндегі, қазақ музыкасындағы бар бір құнарын, бар байлығын көргендей болдық. Осындай тамаша кеш үшін елдің атынан, өздеріңіздің аттарыңыздан осы кештің кейіпкері, біздің қонағымыз Қалидолла Зекенов ағамызға ризашылығымызды білдірсек. Енді ағамыздың өзі атап өтті, айтып өтті, Индер мен Қызылқоғаның еншісі бөлінбеген дейді. Төрде басы, төскейде малы, бірге жүрген, бірге дамып, бірге өсіп келе жатқан үлкен іргелі аудандардың бірі. Сол біздің көрші Қызылқоға ауданының биыл 80 жылдығы. Соған байланысты біздер екі әріптесіміз осы Қызылқоға ауданының басшысымен бірге ақылдасқанбыз. Осы жерде үлкен қызылқоғалықтардың концертін ұйымдастырсақ деп жоспарлағанбыз. Сонымен ойлана келе, кеңесе келе, осы Қызылқоғаның өнері мен мәдениетінің басында тұрған Қалидолла Зекенов ағамыздың кешін өткізсек деп шештік. Бұл қыста жоспарланған шаруа болатын. Бүгін енді сәті түсіп, үлкен тойларын атқарып болғаннан кейін, бүгін осы ағамыздың біздің төрде болудың сәті бүгін келіп жатыр. Аға, тағы да бір мәрте өзіңізге қош келдіңіз деп айтқымыз келеді. Келіңіз, артында тұрып, сіздер телеарнадан ыңғайсыз екен. Одан бөлек сабақтастық бар, одан бөлек осы екі арадағы ауданның арасындағы байланыс бар. Біздің елдің ағаларының өзіндік өнердегі рухани саладағы Табылды ағамызды айтып өтті. Енді сол Тәкең ағамыз кезінде осы жерде бір шарасын өткізген екен. Тәкеңнің кеткеніне де биыл 14 жыл деп жатыр. Енді ар жағында неше жыл болған мен білмедім, бірақ соңғы 10 жылдықтағы осы біздің ауданның төріне келіп тұрған екен. Аға, өзіңізге бар ықыласымыз, қошеметіміз өзіңізге арналады. Аман жүріңіз. Жақсы айтып жатқан тілектеріңіздің барлығына рахмет. Осы өнерде, мәдениетте, руханиятта ешқандай шекара бөлмеу керек, болмау керек деп ойлаймыз. Тек индерліктер долы болады, қызылқоғалықтар долы болмау керек. Керісінше осы арамызда өзі бар, өзі тірі, осы өнер мен мәдениетке еңбегі сіңген азаматтарды жалпы облыс бойынша да, ел бойынша да осы рухани, мәдени мұраларын насихаттай беруіміз керек деп ойлаймыз. Сол тұрғыда біздің Қанат Қадыржанұлы әріптесімізбен бірге орайласып шешкен шешіміміз жақсы сәтті аяқталды, өзіміздің ойлағанымыз болды деп ойлаймыз. Барша біздің қатынасушы үлкен аға апаларымызға, қалың көрерменге өздеріңіздің аттарыңыздан тағы да ағамызға ризашылығымызды білдіріп, сіздерге де өзіміздің алғысымызды білдіргіміз келеді. Осы ағамыздың шашбауын көтеріп, өнерін насихаттайық деп келіп жатқандарыңызға. Енді аға, елге келгеннен кейін бір тарту таралғы, жөн жоралғы дейтін болады. Сол елдің атынан өзіңізге табыстауға рұқсат етіңіз. Өзіңізге құттықтауымыз жеткіздік. Енді өзіңіз асықпай оқыс, осы елдің бір ықыласы деп қабыл алыңыз.
тек қана рамкамен жіберіп демеңіз, шапанмен мына елдің атынан. Енді қандай екен ішін өзіңіз қарайсыз, ат па, құлын ба, енді оны өзіңіз бағамдап жүргізсіз. Қызылқоғада енді малдың бағасы бізге қарағанда өзгеше болуы мүмкін. Сіздердің аттарыңыздан осы концерт бастап. Құттықтау сөз Қызылқоға аудандық мәдениет, тілдер дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Салықов Сәндібек Амапайұлына беріледі. Қадірменді барша университет қауым дәстүрін сыйлаған төрге шығарады, өнерін сыйлаған өрге шығарады демекші. Өздеріңіз бен өнерге деген жанашырлықтарыңыздың арқасында біздің ағамызды төрге шығарып елеп жатсыздар. Көптен көп рахмет айтамыз. Олай дейтін бүгін міне облысымызға танымал ақын, сазгер, әнші, Қызылқоға ауданының құрметті азаматы, ғасыр сазгері, атағының иегері Қалидолла Ізекенов ағамызды қошеметтеп, бүгін міне ізгілікті, ілтипатты, мәнді, мағыналы шара ұйымдастырып жатсыздар. Осы шараға қолдау білдірген барша Индер ауданының жұртшылығына және Индер ауданы әкімдігіне және аудан әкімі Дарын Дүйсенбайұлына арнайы ризашылығымызды білдіреміз. Қызылқоға аудан әкімдігі атынан және аудан әкімі Қадыржанұлының атынан зор ризашылығымды білдіріп, арнайы жазылған алғысымызды ұсынамыз. Және де осы ауданымызға биылғы жылы 80 жыл құрылғанына 80 жыл мерейтойы атап өтілді. Осы мерейтойға арналған ауданның арнайы Қызылқоға аудан энциклопедиясы шығарылған болатын. Сонымен қоса осы ауданның жергілікті сазгерлерінің арнайы жүректен шыққан саздәуен атты үнтаспасы шығарылған болатын. Сол сыйымызды сіздерге табыс етеміз. Қабыл алыңыздар. Бүгінгі кешіміздің қонағы облысымызға танымал ақын, сазгер, әнші, Қызылқоға ауданының құрметті азаматы Қалидолла Ізекенұлына көп рахмет айтып, шығармашылық табыстар тілей отырып, отбасы амандығын тілейміз. Және де Қызылқоға ауданы жұртшылығы атынан арнайы иығына шапан жапқымыз келеді. Көп рахмет, аман болайық. Естелік фотосуретке түсуге шақырамыз. Ағаның ойы естек сөзі кеме, біздің буын осылай сезіне ме? Әнелер аман есен бар мекен деп тұрады сұрауының өзі неге? Сондай кезде кең сөйлеп көсіледі. Мейіріміңді тасытып өсіреді, ақындардың ауылынан алыс кетпей, өлеңінің теріп жеген несібесін деп ақын жырлағандай. Ақын, композитор, әнші, ардақтаға, тамаша талант, ерекше дарын иесі Қалидолла Ізекенұлының шығармашылығына арналған концертіміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.